Сізге дайындаған 50 және 1 сұрағым бар. Шарты барынша тез әрі шынайы жауап беру. Бастаймыз ба? Бастайық. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Ұйқылас, ақылды, жалқау. Әдетте күніңіз қалай басталады? Құдайға шүкіршілікпен басталады. Экранға шығып қойған қай киноға түсер едіңіз? Үнділердің кез келген боевик жанрындағы фильмге. Алматы немесе Шымкент? Шымкент. СМС немесе қоңырау шалу? Қоңырау шалу. Ұялы телефонсыз неше күн жүре аласыз? Неше сағат дегеніңіз дұрыс шығар, 12 сағат. Инстаграмда соңғы тіркелген 3 парақша. 2 діни парақшаға тіркелдім және Мақсат Толықбай журналистің парақшасына тіркелдім. Жалғыз қалғанда нені ойлайсыз? Жалғыз қалғанда ешкімге айтылмаған жоспарларым жайлы. Сіз туралы ешкім білмейтін бір факт. Мен негізі мысыққа қарағанда көбірек ұйқыласпын. Сізге ешқашан қойылмаған, бірақ жауап бергіңіз келетін сауал. Және қалай жауап берер едіңіз? Сіз Қазақстанның болашағын қалай елестетесіз деген сұрақ қойылса екен деймін. Мен оған мен елестете алмаймын деп жауап беремін. Мектеп кезінде қандай болдыңыз? Мектеп кезінде өте ақылды болдым. Мектеп кезіндегі ең қызықты лақабатыңыз? Мені бәрі профессор деп атайды. 15 жастағы Жек ағайға не айтар едіңіз? Ағылшын тілін дұрыстап меңгеріп ал деп алдын ала айтады. Тәулігіне неше сағат ұйықтайсыз? Егер қаласам 12 сағат, қаламасам 6 сағат. Шабытты неден немесе кімнен аласыз? Шабытты мен білмеймін, осы күнге ойламаппын. Шабытты негізі көбінде кинодан алатын шығармын. Өміріңіздің кітабын қалай атар едіңіз? Біртүрлі адам жайлы біртүрлі адам жайлы деп просто атайтын едім. Сіз асыға күтетін мереке? Өзімнің туылған күнім 9 мамыр. Ата-анаңыздан басқа кімге алғыс айтар едіңіз? Ата-анамнан басқа айналамда жүрген мен жайлы жақсы ойлайтын барлық адамға алғыс айтатын едім. ММА әлде бокс? Бокс. Алтын балық қолыңызға түссе, қандай 3 тілек айтар едіңіз? Алтын балыққа істемеймін. Қай жыл мезгілі ұнайды? Көктем. Соңғы оқыған кітабыңыз? Екінші болманың алғашқы 15 беті. Математика әлде математикалық сауаттылық? Екеуін де 100% жақсы көремін. Сіз естіген ең қызықты комплимент? Сіздің әзілдеріңіз біртүрлі. Неден қорқасыз? Неден қорқасыз? Әке шешемнің ұрысқанынан қорқамын. Не жемейсіз? Пияз қосылған донер. 2019 жылы не істеп үлгермедіңіз? 2019 жылы ойлаған армандарымның 10%-ында жасап үлгерген жоқпын. Құпия сақтай аласыз ба? Әрине. Нені үйренгіңіз келеді? Ағылшын тілін. Қазақстанда сіз мойындайтын 3 әнші? Қайрат Нұртас, Әбдіжаппар Әлқожа и Димаш Құдайберген. Өміріңізді өзгерткен бір шешім? Мұғалім боламын деген шешімім шығар. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытында жоқ сияқты менің. Нені кешірмейсіз? Өмірде барлығын кешіруге болады, мен барлығын кешіремін. Уақыт өте келе әрине. Егер мастер Жека болмағанда кім болар едіңіз? Асаба Жека болады. Өзіңізді қандай түспен ассоциация жасайсыз? Ақ. Өмірге қайта келсеңіз, дәл осы жолды таңдар ма едіңіз? 100%. Сізде 1 миллиард ақша болса, не істейсіз? 1 миллиард ақша болса, банкке салып қоямын, басқа ештеңе істемеймін. Мирас академиясы жайлы 3 сөз. Ең керемет атмосфера. Егер сіз білім министрі болсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Қыздарға арналған мектеп формасын өзгертеді. Әзілдеуді кімнен үйрендіңіз? Менің әкем әзілкеш, негізі сол кісіден үйрендім. Уақытты бос өткізбеудің қандай жолын білесіз? Сабақ оқу керек болды. Сіз армандаған, бірақ жете алмаған арман? Мен жете алмаған арман? Ондай арман жоқ менде қазір. Ең сүйікті кітабыңыз? Математика. Досыңыз көп пе және дос таңдаудан неге мән бересіз? Достарым өте көп. Ең бастысы олар мен жайлы жақсы ойда болса болды. Маған барлығы дос. Сіздей жанды өмірге әкелген ата-анаңыз қандай жандар? Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, байқап тұрған шығарсыз. Сіз үшін ерекше әкелік ақыл? Ең бастысы әкемнің айтқаны, мені ұятқа қалдыратын іс істеме, қалғанын барлығын өзің дұрыс деп тапсаң істей бер деген. Сіз ұбт-ны қалай тапсырдыңыз? ұбт-ны өз тілімен айтқанда нормально тапсырдым. ұбт тапсыратын түлектерге айтар кеңесіңіз? Нормально тапсырдыңдар.